Көбі сұрайды, бірақ істемейді. Рил салған болатынмын, үйдегі жағдайда қысқа тренировка жасағанымда. Соған қызығушылық танытып, бір қатар жастар дерекке жеке хабарламаға шығып жатыр. Шыққанда сұрайды, физикалық тұрғыда қалай күшеюге болады деп. Оқуға көру керек еді, жұмысқа көру керек еді, үйде жатып теміріп кетті, қайттан жас қалыпқа келу керек деген сияқты. Бұның әдісі бар, ол ақылы. Бірақ егер сіздер ол әдіске шығындалуға дайын болмасаңыздар, мен сіздерге айтатын қарапайым отжимание, приседание, пресс. Залға барып, өз-өзіңді ақтамай, ой, оған ақша жоқ, оған уақыт жоқ демей, темір істесе көтеру керек, сол кезде ғана дене шығады, сол кезде ғана күшеюге болады. Жоқ. Үйдің жағдайында да 2 квадратный метрде осының бәрін істеп, белгілі бір нәтижелерге жетуге болады негізі. Бірақ бұл жерде бір ең басты, ең негізгі қағида бар. Көбі білет, ол негізі қарапайым, оны ешкім сақтай алмайды. Ол дисциплина. 10 отжимание, 10 приседание, 10 пресс жасасаңыз, тәннің, дененің күш қабілеті өседі. Күнделікті дисциплина арқылы 10-нан сөйтіп 1000-ға дейін жеткізуге болады. Ал 1000-ға жеткен результатыңыз сіздің денеңізді шығарады, күшіңізді шығарады, білмеймін. В общем, қалаған результатыңызға жетесіз. Болды.